Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз сүйгін тамағын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз, un, ет және де морковь қажет болады. Алдымен етімізді осылай ұзын шақты қылып турап аламыз. Пиязымызды алып, оны ұсақ бөлшектерге бөліп осылай турап аламыз. Unumuzda ilep alamız, oğan bir жұмыртқаны қосамыз. Етімізді салып, қазанымызға қуырып аламыз. Және де üstüne piyazımızı salıp қуырамыз. Осылай морковымызды кубик қылып турап аламыз да, оны да қосып саламыз. Енді жәнегі илеп алған тестамызды осылай жаямыз. Осылай кепкен ұнымызды бөліктерге бөліп, кертіп аламыз. Осылай кертіп алған ұнымызды бұқтырылған етіміздің үстіне салып, қапағын жауып қоямыз. Ас болсын. Осымен табағымыз дайын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.